Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Осы видеода сіздерге шағын сериалдың бірінші эпизодын айтып беретін болам. Ночные кошмары и фантастические видения. Достар, видео басталмас бұрын лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыз. Бұл сіз үшін 1-ақ секунд, ал мен үшін үлкен мотивация. Басты рөлде жалдамалы киллер. Оның есімі Нұрым. Нұрым өзінің көлігімен ойыншық шығаратын компанияның алдына келеді. Бұл компанияның президенті Қыдырәлі. Нұрым болса, осы Қыдырәліні өлтіруге келген екен. Қыдырәлі ойыншықтарды қарап отырып, жасыл феяны тауып алады. Нұрым Қыдырәліні ғимараттың терезесінен көріп қояды және өзінің дайындығын бастап кетті. Ол қолына қолғабын киіп, бетіне маскасын тағады. Күзетшіні алдау үшін телефонды пайдаланады. Оның бетінде бомба деген жазу бар. Және кері қарай сан жүре бастайды. Күзетші жарылып кетерміз деп қорқып телефонды далаға алып шығады. Сол кезде Нұрым оны атып тастайды. Сосын күзетшінің кілтін алып, камераны ақтып тастайды. Осыдан кейін сыртқа шығып, екінші күзетшіні де атып тастайды. Сосын әрмен қарай жүре береді. Нұрым Қыдырәлінің кабинетіне келеді. Ол жерде еш қиналмастан Қыдырәліні атып тастайды. Өзіне естелік болсын деп, осы бір ойыншықты алып кетеді. Сосын Нұрым самолетпен үйіне ұшады. Және тапсырма берушіге тапсырмаңыз орындалды деп хат жазады. Жанында Ақбөбек деген қыз отыр. Нұрымнан сағыз сұрайды. Нұрым сағыз берейін деп сумкасын ашады. Ақбөбек сол кезде ойыншықты көріп қояды. Және қызық көзқараспен қарайды. Нұрым жерге қонады. Сол кезде қыздың сумкасынан кукланы байқайды. Ал бұл кукланы Нұрым Қыдырәліні өлтірген кезде көрген болатын. Бірақ бұған ешқандай мән бермейді де ары қарай жүре береді. Өзінің тұратын жеріне келгенде тағы да бір ойыншықты байқайды. Бұны да адам өлтірген уақытында көрген еді. Нұрымның үйіне бір қыз зат әкеліп тұр. Бірақ ол есікті ашпады. Сол кезде келген қыз затты есіктің алдына қойып кетеді. Нұрымның қызығушылығы артып, қораптың ішінде не бар екен көргісі келеді. Және қорапты ашып қараған кезде ішінде көптеген пластикалық солдаттар бар екен. Нұрым жақсылап солдаттарды қарап шықты, бірақ күдікті ештеңе байқамады. Бір кезде қорап өздігінен столдың үстінен түсіп кетеді. Нұрым жаймен барып қараса, қораптың ішіндегі солдаттар өздігінен жоқ болып кеткен екен. Сол кезде өте қызық жағдайлар орын алады. Жапқыш өздігінен қозғалады, ал жарық өздігінен жанып сөнеді. Күтпеген жерден Нұрымның аяғын бірдеңе жарақаттайды. Аяқ киіміне қараса, пластикалық қару екен. Еңкейіп тумбаның астын қарай бергенде, оны солдаттар ата жөнеледі. Осы кезде нағыз соғыс басталады. Нұрымға автоматтың оқтары мен ракеталар келіп соғады. Дереу ваннаға тығылады да не болғанын түсінбей жатады. Нұрым қолына айнаны алып сығалап қарап тұрғанда пластикалық солдаттардың тоқтамай атып жатқанын байқайды. Айнадан Нұрымның түрі көрініп қалды. Ойыншықтар болса түрін құрсын деп ракета жібереді. Нұрым болса ашуланып қазір мен сендерге көрсетемін деп өзінің пистолетін алады. Бұл тірлігінен түк шықпағасын кухняға барып одан да мықты қаруын алады. Сөйтіп кішкентай солдаттардың барлығымен атыса жөнеледі. Диванды төңкеріп жібереді. Ал диванның астынан ойыншық солдаттардың көптеген түрін көреді. Тірі қалғандары жарақаттанғандарға көмектесіп жатыр екен және джипқа отырып атқанын көреді. Нұрым солдаттардың қашқысы келгенін түсініп, оларды аяғымен езіп тастайды. Нұрым өзінше әскердің барлығын қырдым деп тұрғанда, тумбаның астынан военный вертолеттер шығады. Олар жаяу әскерге қарағанда әлдеқайда мықтырақ. Нұрымның көкесін танытып атады. Шаққа дегенде есікті жауып ваннаға тығылып қалады. Нұрым жарақаттанған қолын орап жатып, не болған әлде түсінер емес. Бірақ ойланып тұруға уақыт жоқ. Есікті қиратады және вертолеттер ішке кіріп кетеді. Бірақ Нұрым оларды сүлгімен ұстап алады және унитазға апарып тастайды. Солдаттардың сонда да белгісі жоқ. Сол кезде Нұрым қолына фенді алып, унитазға тастап солдаттарды өлтіреді. Осыдан кейін Нұрым өзінің жарақатын тігеді. Шамалы уақыттан кейін есіктің астынан көлеңке келіп хат тастап кетеді. Хатты ашып қараса, солдаттар өз еркіңмен беріл деп жазып жіберген екен. Нұрым болса солдаттарға қой кетей деп жазып жібереді. Сөйтіп хатты орнына қояйын деп жатса, бұның қақпан екенін түсінеді. Тесіктің жаймен сығалап қараса, солдаттар артиллериялық қарумен шабуылды бастап кетеді. Осылайша есікті полный қиратып болғанда, Нұрым қашқысы келіп терезеден шығып кетеді. Сөйтіп ол өзінің балконына жете бергенде, вертолет келіп оны ата бастайды. Сәл болмағанда Нұрым төмен құлап кете жаздады. Сөйтіп өзінің қаруымен вертолетті атады. Вертолет болса жерге қирап түседі. Осы кезде Нұрымның шамалы басы жұмыс істеп, солдаттарды алаңдату үшін резиновый үйректі пайдаланады. Сол кезде өрт сөндіргішті пайдаланып
алып газовый баллонмен жағып жібереді. Сосын олардың денесін пышақпен ұрып тастайды. Ал соңғы қалған солдаттарды ол коробкамен ұрып құлатады. Нұрым барлық сарбаздардың денесін жинайды және оларды жаймен санап шығады. Санаған цифры коробкадегімен сәйкес келеді. Бірақ қораптың қапталында тағы бір бонус деген бір жазу бар екен. Осылайша Нұрым демалайын деп бассейнде жүзіп жүрсе, судың астында оның қолын біреу тіліп жібереді. Тілінген жерін қайтадан тігіп алады, бірақ қайтадан соғысуға Нұрымның желаниясы жоқ. Осылайша қашып кеткісі келді, бірақ лифтіде панель қирап, жарық сөніп қалды. Нұрым сасқанынан еденге қарай фонаригін жаға береді, бірақ ешкім жоқ екен. Бірақ панельдің ішін қараса, Рэмбоның ойыншығы жүр екен. Лифт тұрып болған себепті ол жоғары қарай шығып, келесі келе жатқан лифтінің үстіне секіру керек болды. Нұрым ақыры солдаттан құтылдым-ау деп ойлайды. Бірақ та кішкентай солдат Нұрыммен бірге еріп келген екен. Ол Нұрымның үстіне шығып алады да, аямай пышақты қайта-қайта тығады. Нұрымға бұл қатты соққы болмады. Сонда Нұрым Рэмбоны ұстап, лифтінің есігіне қыстырып тастайды. Рэмбо қанша тырысса да, лифтінің есігі Рэмбоның басын мыжып тастайды. Нұрым ойлайды, енді мен ойыншықтың барлығынан құтылдым, жеңдім деп тұрғанда, Рэмбоның денесінде бомба бар екен. Осылайша лифті жарылады, ал Нұрымның шаруасы тынды. Осылайша біздің киномыз аяқталады. Достар, кинодағы қазақша есімдер Нұрым, Қыдырәлі, Ақбөбек, бұның барлығы ойдан шығарылған. Негізі персонаждың аттары басқа. Қазақша контент болғандықтан қазақша есімдер қолданып жатырмыз. Осы идеям сіздерге ұнаған болса, комментарийге жаза кетіңіз. Келесіде қандай аттар қолданайын? Достар, видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Және де келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырау шамды басып қой. Сендермен бірге болған мен, ал менімен бірге болған сендер деп қоясың ғой, короче. Сау болыңдар достар, келесі кездескенше.